Шымкент пен Жамбыл облысының тұрғындары Ауғанстанда болған жер сілкінісін сезінді. Бұл туралы Білім және Ғылым министрлігі, Ғылым комитетінің сейсмологиялық тәжірибелік-әдістемелік экспедициясы СОМЭ хабарлады. Жер сілкінісінің эпицентрі Алматыдан оңтүстік-батысқа қарай 856 км жерде Ауғанстан аумағында орналасқан. СОМЭ сейсмикалық станциялар желісімен 2024 жылғы 11 қаңтарда Алматы уақытымен 15 сағат 20 min 32 сек, 2024 жылғы 11 қаңтарда Гринвич бойынша 09 сағат 20 min 32 сек, жер сілкінісі тіркелді. Делінген хабарламада жер сілкінісінің энергетикалық классы 13,6. Магнитудасы 6,4. Эпицентрдің координаттары 37,1 с, 70,92 б. Тереңдігі 180 км. Сезілетіндігі туралы мәліметтер. МК 64 шкаласы бойынша Шымкент, Жамбыл 2 балл. Бұған дейін еліміздің оңтүстігінде Алматыдан 500 шақырым жерде магнитудасы 4,3 жер сілкінісі болған. СОМЭ сейсмикалық станциялар желісімен 2024 жылғы 6 қаңтарда Алматы уақытымен 14 сағат 26 минут 7 секундта жер сілкінісі тіркелді. Жер сілкінісінің эпицентрі Қазақстан аумағында Алматы қаласынан солтүстікке қарай 516 шақырым жерде орналасқан делінген сейсмологтардың хабарламасында. Магнитудасы 4,3 жер сілкінісі 15 шақырым тереңдікте болғандығы атап өтілді.